Еңлік Таиландта Дарчикті қызғанып жүрме. Дарчик үшін Таиландқа баруды жоспарлаған Еңлік күтпеген жерден мәлімдеме жасады. Естеріңізге сала кетейік, ержігітпен мейіс болу үшін арақатынас құрған Еңлік қызымыздың Таиландқа баратынын стористерінде айтқан болатын. Себебі Дарчик те Таиландта тұрады. Ақботада Шерханды тастап Таиландқа кеткен болатын. Еңлік те Дарчик үшін Таиландқа баруға мәжбүр болды. Дарханға деген сезімі өшпеген Еңлік Инстаграм парақшасында Дархан туралы стористер жариялаған болатын. Осының бәрі ержігіт Ханзадаға ауыр тиді. Себебі Ханзада мырза Еңліктің оны мейіс болу үшін пайдаланып жатқанын байқаған. Бутябай мырзада да Еңліктен ақыры Дарчик туралы сұрады. Себебі басқа қатысушылар Еңліктің Дарханға деген сезімін білген. Таиландта жүрген ботаны Дарчиктен қызғанып қалған болар. Еңлік күтпеген жерден Таиландқа барамын деген болатын. Бүгін Еңлік күтпеген жерден Таиландқа барудан бас тартты. Еңлік әлеуметтік желідегі парақшасында сторис жариялады. Еңлік Таиландтағы жағдайға байланысты баратын жер өзгерді. Ол жайлы кейінірек айтамын, деді Еңлік желі қолданушылары жарыса жазды. Дарханның өзі отказ берген былтыр. Бұл Еңліктен бұрынғы қызымды ұмыта алмай жүрмін деген болатын. Ал Еңлік оны жақсы көрді, жігіт қарамай кеткен. Дархан нағыз жұлдыз. Ол үшін Ақбота немесе Еңлік шынымен қиналады. Еңлік нашар қыз екенсің, сені негізі ержігітке бола қолдаған едік. Масқара ғой мынау. Сен де Мадинадан алыс емессің. Мына жаман шал әлі отырма, рөл ойнап. Экс үміткері Мәдина айтқан еді, мейіс біткен соң таныстық тоқтайды деп точно айтқан екен. Ержігіт Айдана күйеуге не үшін шықпай жүргенін білген болсаң, өзің не үшін онда үйленбей жүргеніңді білесің бе? Деп жарыса жазды көрермендер.